Жалпы каналыбызды көрүп жаткан көрүүчүлөргө салам айтабыз. Сиздер менен кайрадан амандыкта жүз көрүшкөнүбүзгө кубанычтабыз. Ал эми бүгүн дагы болсо бир жакшылыкка келип турган учурубуз. Баарыбызга белгилүү болгон эле казак кызы Аружан Бекешова бүгүн өзүнүн сүйүнүчүн, өзүнүн күйөрмандары менен бөлүшүүнүн астында турат десек дагы болот. Алдыңкы мүнөттөрдө дал ушул ачылышта кандай кызыктар болот, баарын сиздерге кененирээк көрсөтүп берүүгө аракет жасайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Ушул жерде 3 жолу Сол команда. 3 раза. Лардыгей. Бо, мишканын ичинде бир жан жүрөт. Бир жан үчүн бар буга алчабына. Так, ассаламу алейкум. Кадырменді, құрметті, жаны жайсаң, жүрегі кең, пейілі ақ, мейірімі терең теңіздей, меймандос қырғыз елім бүгінгі осындай кереметтей біздің Аружандай бауырымыздың, досымыздың магазиннің, ең алғашқы дүкенінің ашылу салтанатында көргеніме қуаныштым барыңыздарда. Қазір күтпеген жерден шақырып қалып кішіне. Қандай десе болады, бүгін сенің açılышыңа жалаң жастар келген екен негізі в основном, Мен магазин ашсам апалар жиналады ұқсайды, жалаң 010171. Паролім айтып қойыңыз ма? Бижабай болуға қолшауылар, керемет шығармашылық ашылық айтабыз. Біздің қатарымызға қалыша қосылдық, келіп құттықтап кеткендер ашылық айтабыз. Қалыңыз, қош келдің. Бұл күн Аружан үшін айбай қуаныштуу, көптен бері қиялданған күндерінің бірі, өзінің жеке дүкөнін ашып, жалпы меймандарды сапаттуу киімдерменен қамсыз қылғанға даяр болдырған учур. Ал эми дүкөн кут болсын деп дагы бир колдоо көрсөтүү максатында Аружанга кол чабуулар жаңырсын. Ал эми бүгүнкү кечибизди, бүгүнкү биздин майрамыбыздай официалдуу түрдө баштоо үчүн мен сөз кезегин Аружанга берем, кол чабуулар жаңырсын. Баршаңызга кайырлуу күн. Көп сіздерге рахмет, мені қолдап, осылай келіп отқандарыңызға. Негізі мен мүлдем күтпедім, осынша адам келеді деп, сонда толқып тұрмын кәдімгідей. Сонша қолдауым бар. Апа, сізге көп рахмет. Көп рахмет, мені қолдап келіп отқаныңызға. Енді өмір деген, тағдыр деген неше түрлі болады екен. Бірақ барлығымыз бір-бірімізге осылай жақсы ара қатынаста қалу керек. Бірақ осы магазинді ашарда негізінде менің партнерларым бар, екі Алина деген қыз, соларға көп рахмет. Осы жерде отырса, барлық жұмысты мен сыртта киноға түсіп жатқан кезде сол қыздар жасаған болатын. Сондықтан өмірде қандай жағдай болмасын, тек қана жақсыға сеніңіздер дегім келеді. Және де бұйырса осы магазин ашылу болып жатыр, барлықтарыңызға жұғысты болсын дегім келеді. Осы жерде тұрған мені қолдап келген жандар. Сол магазин официально открыт, можете приходить, одеваться. Бұйырса соның скидкалар болады. Анан 16-шы iPhone розыгрыш қылып атабыз. Ошого 2000 сомдан үйді табар алсаңыздар, ошо розыгрышқа қатыша аласыздар. Ошо айтар. Толқып тұрмын кішкене, уайым етпеңіздер, жазып беріңіздер. Шағымда келіп тұр, өзімді әрең таптым негізі. Сол, айтарым осы. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kılıçları daimi yerin bolsun. Assalamu alaikum. Şükürde oturgan var köy болып келген қонақтарға барыңыздарға рахмет. Шаар бери şu Аружан сыйлап келгениңиздерге
Аллахым разы болсын. Әрбір қадамдарымызға Аллахым сәлем амандарды беріп, бүкіл өмірде бақыттылық болсын, денсаулық болсын, тыныштық, аманшылық болсын. Аружа қызым, саған Аллахым өміріңе денсаулығына береке берсін. Ниет қылып шunu açıtasın. Şunun açılışına Allah'ım şu berekesini versin. Her bir rızkını kenarlasın, her bir bakıt eşiklerini açık olsun, her bir rızk eşiklerini açık olsun, her bir ilgili eşiklerini açık olsun, her bir meyerim eşiklerini açık olsun. Allah meyerimine bölüp niyetlerini жеткірін, бақыттылы бол, үйлі, бақыттылы болсын. Мен тағдырда тұрмыш бардығы сынау берді, бұл сынауларды жеңіп кетішіне мен ішіне. Жақсылықтарға Аллахым дайым, қадамдарында жақсылықтар болсын. Ниет қылып ашқаным үшін жақсылықтар болып, бала шақалы болып, бір туғандарында тұқшы бар, жағмақтар бар, тыныш болайла. Амин. Раббана атина фид дунья хасаната ва фил ахирати. Чоң рахмат айтамын. Келген меймандардың арасынан бері сыйлы меймандарымызды шақырып келе отырады. Кім деп ойлайсыздар, кімді шақырамыз қазір? Қайрат, Қырғыз? Кімді шақырам деп ойлайсыздар? Нұрайым деп ойлайсыздар бұл? Мен шақырамын, қалыз? Қатырақ кетірамыз. Қалыз? Sen benim tatlım erteğim, erteğim sensin erteğim. Қол жаппаңыздар келіңіздер. Досымыздың şu магазин açılışымен жүрегімізді құттықтаймыз. Бұл жерден мағалеміз барлығымызға жұғышты болсын. Өте сүйініп қуанып тұрамыз. Себебі бізден досымыз шындай игіліктерге жетіп отқанда бізде қуандырады. 10 команда бұл жақтан мінекей. Эскалатор толып қалып тұр. Эскалатордан баштап бардыңыздар, бір команда боласыздар. Кимеңіздер жақшылап ырдап, қатырақ ырдасаңыздар, біз қолымызда тұрған билеттерді ақырындап тапсырып бастаймыз. Сөйштік пе? Сөйштік. Андан кейін сол команда отдельный бір команда болады. Сөйштік. Бірінші 10 команда баштасын, белгілі шығарма жаңыра тоқтаған жерде чоң ордаймыз. Дайырмыз ба? Кеттік анда. Бірінші белекті ортадағы бір ежеке тұрады, сәкешеке, оңға алып қойыңыз. Сіз Бекбар Бейіктен қардаш болып кетпейсіз бе? Азыр телефоныңыз, не телефон сізде? Айфон, айфоныңыз бар тұру ешеке. Ошыл айфонға жақсылап сторис тартасыз, күндегі отпеткаластағы кіргізіп қойасыз, сөйштік. Бақабили, Дагилон, Аяфан! Вооруженный жақын досы ұрығын қалдыне қосаңыздар. Кикер, қош келдіңіздер. Қырғызстан мейман қош келетпен, бұдан қол шығармен қоштық құттықтау қойды. Қырғызстан қош келдіңіздер. Ошол Аружандың дүкені құт болсын деп, алыстан бері жол атып келіп құттықтаңыздарға разышылық айтамыз біріншіден. Ассалаумағалейкум бәріңізге. Қош келіп жатсыздар. Қош келіп жатсыздар. Деп бір шуламаймыз, мына жақта қалайсыздар, позитив нет, что ли, давайте. Еще, давайте. Давай еще. Еще можно! Арчақта что-то не то. Арчақтағылар что-то не то. Аржан, құтты болсын. Магазин еще үлкен. Осы жерден киініп, Қырғызстан шыны керек кеше қонақ болып келіп жатырмыз. Бірінші рет келіп жатырмыз. Өзімізге де қызық болды. Қырғыз қазақ бір туған дейді. Сондықтан мына достарымызды тауып жатырық. Рахмет үлкен. Рахмет. Кет бір енді бір жылап тұрма деп бір өлеңімізді айтып жіберейік та, бір келгеннен кейін да.
Білем қазір қысылып келіп тұрсыздар. Бірақ барлығымыз позитивный болып, өмір деген осылай бір рет беріледі, сондықтан осы концертте бірақ отжигайтсек барлығымыз. Қалай сабақтап отырайық, иә, бәріміз. Мен қабыл қылмаймын енді. Көрсетіңіздер қалай сіздер Аржанды жақсы көресіздер, давайте кеттік. Кеттік пе? Иә. Мейлі. Мен қазақтарға қырғызша үйретіп отырмын. Кешелі бері не қандай қырғызша сөз үйрендіңіз? Дейсің ба? Мен мектепте тұрған сияқты. Уа. Уа деген это ауа. Мен шыны керек бір әріптен ғой бізде. Здесь екі әріптен екен. Яғни уа. Уа это я. А бізде я, не, да, сондай бірдеңе. Сіз тағы бірдеңелер үйренген бай. Жалпы қызық, негізі қызық, бәрі орнына ауысып кеткен бізде мағыналар что-то, да, байқаған. В общем, не керек позитивпен күштетіп, бүгін қырғызша тілдің енді примерно кеткенше неше бір жартысын болса да үйретіп бек, біз аяққа барып үйретейік. Сосын жайлап ойсақ келіп мұғалім болып кетсең. Жоқ, келесі әңгімен бірге жалғастырайық, позитив етіп. Давайте ашылып тұрайық, кішкене күліп, күлімсіреп. Давайте билейміз. Бүгін жаңа билеу үшін келдік. Аржан неге өзің елінен ашпайсың дейді да. И мен ойлаймын да, мен Қырғызстанның уже қызымын ғой, иә, сіздердің қыздар. Неге мені қырғыз елі қызым деп қолдап тұрғанда, неге мен Бішкекте ашпасқа деп ойладым, иә? Потому что здесь меня как свою дочку принимают, любят меня так сильно. Я вас тоже так же сильно, я у каждого обнимаю, который вот пришел. Тұрғандарыңызға ыстықтап мына жерде, жылап ана жерде. Өлең ойылды ма, қойылмады ма? Жалпы. Нұрмырза даяр бай? Даяр ба? Амейді. Амей деген мағына қалды. Жауып қал. Амей қой. Кебетен қайтады деп. Адам қандай? Мен деген жалғыз жашағанда маған айтып, прикол ұстайтын. Жан хуник деп ше. Өшінсем ал деген красотка емес екен ғой. Даяр ба? Жайдың бір мезгілінде, адылы тау бетінде, сан гүлдің таңда үзгін, жайдары серкесінде, өзімді саға беремде, өмірдің гүлін теремде, сөйлешкін күндерісте, тұрмыштың сыры теремде, ағары таңдаратқан, суюк жылдыз батқан, қалды ғол бекеністе, құйышпай көз қарашқан, антыңды ойлап таңда, көңілің сенде дайма, азырқы шайырдаштан, өзіңдей болсын дайым. Ашыл салтанаты жүрген деп жатыр. Бірінші рет қызыл лента кесіп жатырмын, достар. Бісміллә деп, оңынан болсын. Осы дүкеніміз соңғы емес. Менің партнерлармен бұйырса 7 облыста 7 магазин болсын, иншаллах. Соңғы бісміллә. Бұйырса келіп. Бісміллә, давай. Раз, два, три. Құт болсын, дүкенің жоқшты болсын деп, жоқсын деп қойып. Амин, жоқсын сіздерге де. Кел, дал шоу башталышы қандай болды?
Бастамасы идеясы? негізінде, короче, мен Қырғызстанға келем, киноның читкасына келген болатын. Соны бір кезде ойланып тұрдым да, это было 2 месяца назад, что ли, вот так примерно. И қыздармен, вот екі Алина деген мен партнер қыздарым. И отырамыз да, бір кезде я им предлагаю, давайте, типа, магазин откроем деймін ғой. Анан тұрады да, бұлар да бесстрашный екен. Давай дейді да. И анан деген ошыдан бастап кетті. Анткені мен өзім июль айында ачайын дегем. Бирок деген ал кезде аренда болбой, ошундай нелер аябай кымбат болду да. Ошон үчүн кичине күтө турайык дедик. Анан ошол датага түшүп калыптыр. Мынакей киного дагы түшүп аркасынан эле улам бир жакшылыктарыңыз болуп жатат. Анан кийин мынча энергия, мынча күчтүн баарын каяктан алып атасыз? Мен энергияны өзімнің қолдаушыларымнан, подписчиктерімнан алам. Постоянно дайректте вот осы кісілер мені қолдап, Аружан, давай, тапи, бас, алға баса бер деп жазғаннан кейін, олар маған жазатқан, почему бы не топить деп ойлаймын да. Энергия қолдаудан ғой, мені жақсы көргендіктен, енді Аллахқа сансыз шүкір деймін, осындай қолдаушыларым бар, осындай оқырмандарым бар, мені постоянно қолдап тұратын. Сол энергияны қолдаушылардан аламын. Анан дал ушул жалпы канча каражат кетти дүкөндү ачууңузга? Эми ал жагы секрет болуп калсын, анткени әлі де күйүп жатырмыз, бирсе закуптар тагы да Гуанчжоуга барып закуп жасайбыз. Енді нормально кетти. Анан бүгүнкү дал ушул ачылышта апаңыз, энеңиз жүрөт. Анан кийин жана Арген дагы келип кетти. Анан бул боюнча эмне дейсиз? Енді апаммен мен ешқашан мәмілемді бұзбағам. Апаммен всегда біз в хороших отношениях. Арген жайлы айтатын болсам, менің ойымша, это с его стороны и с моей стороны мен енді өткенде Жалалабадқа барып атаның қалын біліп. И менің ойымша Аргеннің бұл маған деген ответкасы рахмет деген сияқты, үлкен сыйластықта қалайық деген сияқты. Егер де мысалға ажырасып кеткен басқа адамдар болатын болса, жоқ, типа осылай деп айтатын еді. Бірақ за этот поступок я его зауважала и желаю ему счастья. Үй алып жатыр екен. Мен де ол видеоларды көріп кәдімгідей аябай сұқтандым. Бақыт тілеймін, өзінің бақытын тапсын дегім келеді. Апамды жақсы көремін, маған апа всегда апа болып қалады. Демек ортада сый гана калган экен да, Иә, енді бұл өмір екен да, өмірде неше түрлі жағдай болады екен. Біз ертең не боларын білмейміз ғой. Бүгін осындай жағдай. Енді бағана көзіме жас алып, енді қазір сіздерге күліп жасырып тұрып, қазір үйге барып мен жылаймын негізінде ше. Негізі видеода бар дейсің, көрушілер көреді, алдыңғы көмінет. Үйге барып мен илайым. 4 саат илайым, 4 сааттан кейін все, дедлайн, короче, уже жұмыс істеш керек та, маған істеш керек. Ошон үчүн менде дедлайнмен илайм мен. Эң сонун эмне дейсиз, дагы бир ирет кут болсун дейлип. Аябай жагытат, эми бул дагы ниет кылып ачты, ошого кубанычтан шерик бололу деп келдик. Эми дайым ушундай ийгиликтер жандап, ушу бакыт жандап жүрө берсин. Биз кыз катарында эле кабыл алабыз дайыма. Эми буйрук билет да, эртеңки күнүн эч ким билбейт. Аллахтын буйругу болуп калса, кайра эргеники табышып калат. Биз эч нерсени билбейбиз, бир гана Аллахка тапшырып коюп, Аллахка аманат кылып эле жүрөбүз. Өкөнө дуа кылып эле. Дуаларыбыз кабыл болсо, иншалла көбүр болуп калат деген үмүттөбүз. Анан бүгүн дал ушул аркада отуруп, анан өзүңүздүн бир жакшылыгыңыз болуп аткандай сүйүнүп аттыңыз да. Дайым эле буга жакшылыкты каалап, жакшылыкты эле ниет кылып, жакшылыкта бул ыйла сыйлап, сүйүнүп жүрөбүз. Демек өз кызыңыздай көрүпсүз. Баары деле өз кыздай. Бизге эч кандай энди жаман болгон жок. Бул эми бул тагдырдын сыноолору келди да. Келиңиз дал ушул Аружанга бир жакшы бир кылуу тилек болсун сиздин. Жакшы сөздөрүңүздү мынакей дал ушул Аллахым ушу Аргенди, Аружанды дагы өзү колдосун, коргосун, иштерине ийгилик берсин, өмүрлөрүнө ден соолугуна береке берсин. Мындан да жакшы ийгиликтер дайым жандап жүрсүн. Ар бир ийгилик эшиктер ачык болсун, ар бир ырзык эшиктер ачык болуп, көптүн катарында ушу жүзү жарык болуп, бактылуу болуп жүрсүн. Мындан да жакшы келечекте ушу ниеттерине жеткирип, ийгиликтерине мындан да зор ийгиликтерге жетсин. Кыргызстан эли ишери тынч болсун. Ушулардын катарында бар кыргыз эли тынч болсун.